Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақ мақсаты: тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжаңыз. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беріңіз. Көтерілген мәселе бойынша өз ойыңызды білдіріңіз. Кіріспе бөлім. Оқушылар, біз өткен сабағымызда адамдар ауызекі және жазба түрде бір-бірімен қарым-қатынас жасайтынын білдік. Ауызекі сөйлеу және жазба мәтінінің тілдік ерекшеліктерін стиль зерттейді. Қазақ тілінде стильдің 5 түрі бар. Қазірше сіздермен ауызекі сөйлеу стилі және жазба стилі туралы түсінік алатын боламыз. Тіл арқылы стильдің осы түрлері мен ұлты бір адамдар ғана емес, әртүрлі ұлт өкілдері де бір-бірімен қарым-қатынас жасай алады екен. Оқушылар, берілген суреттерден нені байқап отырмыз? Сурет арқылы бүгінгі өтетін сабағымыз қандай тақырыпта болатынын болжай аламыз ба? Ендеше суреттерге қарай отырып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: тіл бірлік құралы дегенді қалай түсінесің? Екінші сұрақ: Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдері қазақ тілінде сөйлей ала ма? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қазақстан Республикасында туып өскен әрбір азамат сол елдің мемлекеттік тілін білуі керек. Мемлекетімізде тұрып жатқан 130-дан аса ұлт өкілдерінің арасында қазақ тілін жасынан үйреніп, өте жетік білетін өзге ұлт өкілдері де өте көп. Суретте түрлі ұлт өкілінің татулығы, бірлігі бейнеленген. Жұмбақтың жауабын табамыз. Дұрыс жауабы тіл, яғни дыбыстық талдауды көшіреміз.